Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін 2-ші сыныптың қазақ тілі пәнінің 21-ші сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы дауыссыз П мен Б. Балалар, біз бұл сабақта П, Б әріптерінің жазылу емлесін білетін боламыз. Және сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогқа қатысатын болады екенбіз. Балалар, олай болса, 9-шы жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңда дейді. Балалар, мәтіннің тақырыбы қызықты сұхбат. Олай болса, мен сендерге оқып берейін, сендер мұқият тыңдаңдар балалар. Себебі біз осы мәтінді оқып болған соң төмендегі сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сол үшін жақсылап тыңдаңдар. Кешке қарай Талап аулаға доп ойнауға шықты. Әжесі қараңғы түскен соң оны іздеді. Талап жоқ. Көрші балалардан сұрады. Манаптан сұрады. Талапты көрмедің бе балам? Хайуанаттар бағында жүр, деді Манап. Қарағым-ау, хайуанаттар бағы несі? Манап нақтылай сөйледі. Қорықпа, әже. Талап хайуанаттар бағында жүр. Күні бойы содан шықпайды. Әжесі сырттай бақылап қараса, Талап кішкене ақ лақпен сөйлесіп тұр екен. Ақ лақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма? Мұны естіген әжесі күліп жіберді. Балалар, ендеше астындағы сұрақтарға жауап берейік. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар дейді. Талап Ақлаққа қандай сұрақ қойды? Балалар, Талап Ақлаққа Ақлақ, сен нешедесің? Сенің достарың бар ма деп сұрақ қойды, е? Келесі Ақлақтың айтылуы мен жазылуын салыстыр дейді. Балалар, бұл жерде Ақлақ деген сөз айтылған кезде ағылақ боп айтылады, ал жазылған кезде Ақлақ боп жазылады балалар. Және де мәтіннен П әрпіне аяқталған сөздерді теріп жазып, П әрпінің астын сыз дейді. Бұл сөздерде П дыбысы қалай айтылып тұрғанына назар аудар дейді. Балалар, олай болса, мәтінге көз жүгіртейік. Яғни П деген әріпке аяқталып тұрған сөзді табуымыз керек. Балалар, мінекей бұл жерде талап, доп, және де міне мұнда тағы да талап, манап, және тағы да манап деген сөз бар екен. П-ға аяқталып тұр, ең соңғы әрпі П-мен аяқталып тұр екен бұл сөздердің. Және де тағы да талап деген сөз бар екен. Содан кейін бақылап деген сөзде де соңғы әрпі П екен. Одан кейін тағы да талап деген сөз бар. Және күліп деген сөзде соңғы рет сөйлесіп деген сөзде бар екен, және соңғысы күліп. Мінекей осы сөздерде ең соңғы әрпі П-мен аяқталған екен, е? Балалар, ендеше тапсырмада берілгендей П әрпіне аяқталған сөздерді теріп жазамыз, және де П әрпінің астын сызатын боламыз. Ендеше астындағы ережеге назар аударайық. Сұхбат дегеніміз арнайы сұрақтарға біреуден жауап алу. Мінекей сұхбат дегеніміз осы екен. Енді 10-шы жаттығуға назар аударайық. Көп нүктенің орнына П, Б әріптерінің тестісін қойып, сөздерді көшіріп жаз дейді. Балалар, біз бұл жерге әдеп деген жерге П әріпін қоямыз. Талап, добы, қорап, жібі. Мінекей осындай әріптерді қоямыз, және де оларды көшіріп алыңдар балалар. Көшіріп болғанша видеоны тоқтатып қоюларыңа болады. Балалар, көшіріп болсаңдар, ережеге назар аударайық. Сөз соңында Б естілгенмен П әріпі жазылады. Мысалы, мектеп, кітап, қап. Мінекей осы сөздерде Б әріпі естіледі, бірақ та жазылғанда П деген әріп жазылады екен. Келесі 11-ші жаттығу. Мақалды оқып жатқа жаз дейді. Талабы жоқ жаз ұлың, жалыны жоқ шоқпен тең. Талап, талабы сөздерін салыстыр. Не байқадың дейді. Балалар, бұл жерде П дыбысына аяқталған сөзден кейін дауысты дыбыс келетін болса, П дыбысы Б-ға айналады. Неге осында ереже бар? Яғни бұл жерде талап сөзінде ең соңы П деген дыбыспен аяқталып тұр. Бұл жерде П-дан кейін дауысты дыбысты жалғайтын болсақ, онда П әріпі Б-ға ауысады. Яғни талап болып тұрады, және дауысты дыбысты жалғайтын болсақ, талабы деп өзгереді балалар. Енді 12-ші жаттығуға назар аударайық.
бас қатырғыны шеш. Ол үшін әр қатардан қайталанған әріптерді сызып таста. Шыққан сөзбен мақал, мәтел айт дейді. Балалар, олай болса бізде 3 қатар тұр, осы жерде қайталанған әріптерді үстін сызып тастаймыз. Бұл жерде ең бірінші әріп Т әріпі. Балалар, осы қатарды қарайықшы. Бұл Т әріпінен басқа тағы да Т әріпі қайталанған ба? Мінеге қайталанған, яғни біз ол әріптердің үстін сызып тастаймыз. Келесі С әріпі. Бұл жерде де С әріпі қайталанған екен. Келесі Қ әріпі. Қ әріпі де қайталанған, сол үшін олардың үстін сызып тастаймыз. Ал А әріпі қайталанған ба, балалар? Жоқ, қайталанбаған, Бұл жерде, бұл қатарда бір ғана А әріпі бар екен. Басқа А әріпі жоқ екен. Сол үшін біз бұл әріпті қалдырамыз. Келесі ортасындағы қатарға қараймыз. О әріпі қайталанған ба, балалар? Әрине қайталанған, Сол үшін біз оның үстін сызып тастаймыз. Келесі С әріпі. С әріпі де қайталанған, оның да үстін сызып тастаймыз. Т әріпі. Т әріпі бар ма екен бұдан басқа? Жоқ, Т әріпі жоқ екен. Сол себепті оны қалдырамыз. Келесі К әріпі. К әріпі де қайталанған, оның да үстін сызып тастаймыз. Ал үшінші қатарға қарасақ, Ж әріпі. Ж әріпі қайталанған, С әріпі де қайталанған. П әріпі қайталанған ба, балалар? Әрине қайталанған, екеуін де сызып тастаймыз. Ж әріпін сыздық және А әріпі. А әріпі қайталанбаған, тек бір ғана А бар екен бұл жерде, Сол себепті біз бұл А әріпін қалдырамыз. Ендеше қалған әріптерден қандай сөз шықты, балалар? Бірге оқимыз қане. Ата деген сөз шықты, Енді осы ата деген сөзден мақал мәтел айтуымыз керек. Ата деген сөз бар, қандай мақал мәтел бар екен бізде, балалар? Атаңның баласы болма, адамның баласы бол. Неге осындай мақал мәтелді айтуымызға болады екен, Балалар, олай болса, біздің бүгінгі 21-ші сабағымыз өзінің соңына жетті. Сендер де ата сөзінен бұдан басқа қандай мақал мәтел білесіңдер? Оны комментарияға жазып кетулеріңе болады. Олай болса, келесі 22-ші сабақта кездескенше, балалар, сау болыңдар.